11-ші лекция мектепке дейінгі жастағы балалардың психологиялық дамуы. Мектепке дейінгі балалық шақ баланың психофизиологиялық, когнитивті, эмоционалды және тұлғалық дамуының қарқынды жүретін онтогенездік дербес кезең. Бұл кезең баланың мәдени-әлеуметтік тәжірибенің белсенді меңгеруімен, жоғарғы психикалық функцияларының қалыптасуымен және әлеуметтік рөлдер жүйесіне енуімен сипатталады. Выготский 3 пен 7 жас аралығын былай сипаттаған. Сензитивті кезең, қиял, ерік, мінез. 3 жастағы дағдарыс, мен өзім. 7 жастағы дағдарыс, әлеуметтік роль сезімі. Эльконин 3 пен 6 жасты жетекшілік әрекет, сюжеттік роль ойыны, әлеуметтік рөлдер менен нормаларды меңгеру. Пиаже 2 мен 7 жасты операциялық деңгей кезеңі, экоцентризм, символдық ойын, интуитивті ойлау. Эриксон 3 пен 6 жасты бастамшылық, дербестік, шығармашылық ойын арқылы дамиды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 3 пен 5 жасты ерте балалық даму, тіл, әлеуметтік әрекет, өзін-өзі реттеу, моториканың дамуы. Америкалық психологиялық қоғамда 3 пен 5-6 жас әлеуметтік дағдылар, эмоционалды регуляция, базалық когнитивті функцияларды дамиды. Жарықбаев 3 пен 7 жас ұлттық тәрбие мен әлеуметтік орта тұлғаларының сапаларында еңбек, қоғам, мінез, адамгершілік қалыптасады. Мектепке дейінгі жас шамасында балалардың сюжеттік рөлі 4 деңгейге бөлінеді. Бірінші деңгейі тақырыптық әрекетті басым түрде ойынның орталық мазмұны болып табылады. Екінші деңгей тақырыптық әрекет әлі де ойынның орталық мазмұны болып табылады. Үшінші деңгейлі роль менен оның байланысты әрекеттер орындау ойынның негізгі мазмұны болып табылады. Төртінші деңгей басқа адамдарға деген қатынасты бейнелеуші әрекеттердің орындалуы ойынның негізгі мазмұны болып табылады.